әлемде Қытайға ең жақын елдердің бірі бізбіз. Біздің бағамыз жердің көктей болады. Өміріңді бір бейнелеп берсең жаңа посттар. Не қойып кетті барлық командадағылар. Жаңа пост халыққа тағы не береді? Біреу сұрайды, бере беремін. Бизнестерге қаншалықты мүмкіндік береді жаңа пост? Жасайық, істейік, бір нәрсе болатын шығар. Тағы не бере алады жаңа пост? Мен бір нәрсе алғым келсе, менің алдыма әкеп бер. Ақшаңды қайда жұмсайсың, осыны айтып берші. Көзілдіргім. Қанша тұрады? Бір шамамен 25 миллион. 25 миллион. Оқымаймын деген шешімге келіп алдым, оқымай жатып. Жастарға қалай сен сияқты болуға болады? Ішің мен сыртың бірдей болса, Бақытты өмір сүресің. бақытты өмір сүресің. Ассалаумағалейкум ардақты ағайындар. Мінекей бүгін Теңіз арнасының кезекті шығарылымы. Бүгін қонақта Сержан Тоқай мырза. Шынымен Шынтуайтқа айтқан кезде Сержан Тоқай мырзаны баяғыда шақыру керек болған, бірақ енді өзімнің жақын бауырым, өзімнің партнерім, досым болғандықтан басына шақыру кішкене жарнама тектес болып қала ма деп ыңғайсыздандық. Сол себепті басқа каналдарда сұхбат бердім. Менің ойымша нағыз кезегі келген сияқты. Қош келдің. Менің ойымша бүгін ашық жарқын бір керемет бір кеңестер, керемет бір сұхбаттар болады дегенге сенімдімін. Көңіл-күй қалай? Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Күшті, керемет. Анау кейде өзіміз болғансам ұқсамайды да. Осында сөйлесіп әңгімелескенге қатты қуаныштымын. Әсіресе сізбен әңгімеде мен көп нәрсені тереңге бара аламын да. Сондықтан жақсы нәрсемен бөлісе аламыз деп сенемін осы. Керемет. Шынымен айтсақ, мысалы қазір Сержанмен көп шаруаларда ақылдасам, өзі жас болса да бас үлкен тұлға. Мысалы бірінші сұрағымды бастайын, мүмкін басқаларға да жақсы кеңестер беріп қаласың. Мен бір ерекшелігі, мысалы осы уақытқа дейін барлығымыз ақша тауып жатырмыз ғой. Компаниядан мүмкіндіктерге байланысты жағдайымызды жақсартып жатырмыз, шынымен де. Осы уақытқа дейін өзіңе мысалы бір машина алғанды көрмедік, үй алғанды көрмедік, бір керемет бір киім-кешекті алғанды көрмедік. Ақшаңды бәрі қайда жұмсайсың, осыны айтып берші. Шынымен де. Негізі жалпы жұмыс кезінде мен жалпы маңайындағыларыңызда сұрағы сол да, сен жұмыс істеп жатсың ғой, ақшаң қайда деген. Ақшаның бәлендей енді жаңа пост болғалы жап-жақсы, бәрі дұрыс. Тек жеке өзім бизнесті бастасам да, істеп жүрсем де ешқашан есебіне қарамайды екен. Қанша тауып жатыр, қандай болады деп. Сондықтан ол ақшаларды мен көбінде сол құртып тастай беремін жан-жаққа. Біреу сұрайды, бере беремін. Одан кейін қайырымдылықтарға көбірек беріп тастаймын. Сол кездегі ситуацияға байланысты, сол кезде кімге не қажет, маңайдағыларыңыз қандай ақша қажет болып тұр, соған байланысты оп-оңай ақша келеді. Шамамен қанша көп ақша болса да бір 2 аптада орындалып кетеді екен. Егер ақша шабыттандырмаса, не шабыттандырады? Мысалы, көп адам цифрға қарайды ғой, осыншама ақша тауып жатырмын, келесі жолы машинамды ауыстырамын, үйімді ауыстырамын деген сияқты. Енді шынын айтқанда. Егер ол шабыттандырмаса, не шабыттандырады? Ақша шабыттандырмайды, керісінше анау адамдарға мен бір нәрсе жасаймын деген жұмыс бар ғой. Мен жалпы жаңа пост бойынша ең алғаш Қазақстанға келе салғанда ойлағаным, біз Қытайдан көрдік та. Кім кез келген адам оны ақшасы болсын, болмасын, үйінің есігіне дейін тауарын алып келіп, сондай бір қызмет көрсетілген. Бізде мүмкіндіктер бар, тек сен көбірек ақша жұмсасаң ғана алатын сервистерді, ол жақта ақшасы қалталылар емес, бүкіл халық қолжетімді болып кеткен. Миллиард адам ба, сол миллиардтың бәлем пайызы, 80-90%-на қолжетімді сервисті. Кедей бол, бай бол, сен үйіңе дейін жеткізіп, кез келген қалаған затыңды ала алу, ол жерде бар да, әрі арзан бағада, әрі тез. Ал бізге келгенде қарасақ, бір тауарды осы жақтан батысқа жіберу, шығысқа жіберу мұң. Жап-жақсы жеткізетіндер бар, олардың уақыты өте ұзақ, бағасы қымбат. Ал қалыпты арзан жеткізетін базардың жолдары ол андай стабильность жоқ. Сен өзің апарып бересің, ол ана жаққа келгенде клиент өзінің қала орталығынан немесе сол тауарларды келіп алады да. Соншалық қиналысты көрдім да. Жалпы олдай қиналыс жалпы мемлекетте көп қой. Мысалы, біреулер ақшадан қиналады, біреу тасымалдан қиналады, біреу мүмкін білім жағынан қиналады. Не үшін мысалы елге қызмет негізі түрлері көп. Не үшін тек қана елге мысалы тасымал саласына келдің, бизнес саласына? Әлі сол именно тасымал саласында оқыдың ба? Не үшін осыны ғана таңдадың? Тасымалды оқығам жоқ бірден. Жаңағы ең алғаш экономист болып, экономист мамандығы бойынша оқыдым. Тасымалды оқымадым. Бағана қиыншылықтарды көріп тұрғаннан кейін ең алғашқы жұмысымыз бұл енді бір ойланып, толғанып келгем жоқ та бұл салаға.
себебі университетті шалап бітірдік та келесі жұмыс істеу керек болды. Қазақстандық кісілердің заказын алып жібердік бастадық та. Сондықтан біз заказ алып жібергеннен кейін ең маңызды нәрсе клиенттің қолына тиюі да. Осы заттың клиенттің қолына тиюі. Бұл салаға кездейсоқ келдің. Солай келдім мен. Кездейсоқ. Ең алғаш ақша табу үшін келдім. Университетте бұл саланы таңдаған университетте бұны не істемедім, таңдамадым. Ал ең алғаш, мысалы, студенттіктен жаңағы жұмыс жасайтын өмірге өткен кезде ең алғаш тамақ жеу керек болды. Сол үшін клиенттердің заказын қабылдап, тауарларын жіберіп кеттік. Өте қарапайым. Бірақ бұған ойланып келгем жоқ. Қарапайым солай келдім. Сол кезде барып ана логистикалық қиыншылықтарды көріп бастадым. Ал Қытайда ол нәрсе жоқ та. Сосын сол нәрсені осы жаққа жасайықшы, осы жақтағы адамдарды сондай бір мүмкіндікті алсын. Бүкіл қазақстандықтар, бүкіл осы Қазақстанда отырған адамдар өз тауарын өз қалаған уақытында алсын. Өте қиналмастан деген ой болды да. Сол ары қарай жұмыс жасады. Жүзеге асырады ма? Қазір жүзеге асырып жатыр. Алғаш бір жаңа пост енді Қазақстан бойынша өзіміз деңгейде алып қарасақ, дәл осы салада номер 1 деп айтуға болады. Керемет, жалпы бағана өзің айтқандай, бұл салаға кездейсоқ келдім дедің логистика саласына. Осы логистика саласына 10 жылдан асқан шығар негізі жұмыс жасап. Осы жерде бір қызық айта келейік. Қандай болды да? Үнемі осындай сұрақтар сұрала берді. Қалай бұл саланы таңдадың деп. Көп адамға осы сұрақ қызық екен. Қызық, иә. Бірінші рет сұрады, екінші рет сұрады, мен жауап таба алмаймын де. Жаңағыдай кездейсоқ деп те айта алмадым да. Сен кездейсоқ деп айтсаң біртүрлі сияқты. Келе салдым айта бересің. Сосын бір рет ойладым, екі рет ойладым, үшінші аузыма сөз салып, мынандай қызық болды. Джек Маның айтқан сөзі бар екен. Болашақта жаңағы сатушы заводпенен алушының алдында бір ғана посредник қалады арасында дейді. Яғни заводпенен алушы, ең соңғы алушының алдында бір ғана посредник қалады, ол деген логистика екен деп сондай бір сөз шығарып алды. Яғни арасындағы посредникті жоғалту, тек қана логистика қалдыру. Логистика. Сондай екен, сол үшін таңдадым мен осы саланы дедім да. Бірақ бұл мен ол үшін таңдаған жоқ болатын, бірақ сұрала берді, адамда сондай сұрала берген адамда біртүрлі жауап іздеу болады екен да. Сондай бір сөз тауып алдым, бірақ ол сөзім шын айтқан кезде ол өтірік та. Шын айту керек. Мен өзім жаңағындай арнайы келгем жоқ, кездейсоқ келдім. Негізі кездейсоқтың өзі бұйрық қой, негізі Алланың бұйрығы. Көп адамдар мысалы табысқа жеткеннен кейін бір әңгімені құрастыруға бейім келеді. Мен осындай бір ерекше жағдайдан кейін, немесе алдын ала өзімді танығаннан кейін, немесе осындай халыққа қызмет көрсеткеннен кейін, мен осыны білгеннен кейін. Менің ойымша көп заттар мысалы Алланың бұйрығымен оңай кездейсоқ келеді. Қазіргі адамдардың жалпы нарықта көп қателіктер, бір көп сөздер пайда болды, өзін өзі тану деп. Осы бизнеске келуден бұрын елдер 2-3 жыл өзін өзі танумен, өзін бағанағы не нәрсеге қызығам, не нәрсе менің жанымның қалауы деп өте ізденіп кетеді. Мен ол керек жоқ сияқты. Бір нәрсенің бұйрығы болады, бір ыңғайы келеді, сол жұмысты бастайсың, ары қарай соны дұрыс таратсаң, менше өз жолыңды дұрыс табатын сияқты. Дұрыс па? Сол жаңағыдай өзіміз біраз нәрсені бүлдіреді екенбіз, қолдан жасаймыз. Бағана логистикаға не үшін осы салаға келдің дегендегі мен тауып алған жауабым ол бір нәрсені бүлдіру, былайша айтқан кезде. Ал былайша шынына келсек, ол кездейсоқтық. Сондай болды, істеу керек болды. Көзім көріп тұрған нәрсені дамытқым келді, жақсартқым келді. Опытты басқа елден көрдім, осы елге жасадым. Керемет. Сен өзің экономист оқыдым дедің, бірақ біздің білетіміз сен ең соңғы семестрде университет тастап кеттің. Не үшін енді бітіретін кезде, диплом алатын кезде? Не үшін маңыз болмады диплом? Қызық. Мен бұрын енді мектеп кезінде кітап көп оқығам жоқ, ештеме оқығам жоқ, бірақ неге университетке барған кезде бізде андай емтихан, ұбт-ның емтиханы өте қатаң да. Бізді егер осыдан өтесіңдер, жақсы университетке өтесіңдер, сосын болды өмірлерің кайф деп бізді мұғалімдер солай дайындады. Сен жақсы университетке өтесең болды, ары қарай өмірің гарантия деп дайындады да. Сендік біз солай жасадық. Сосын университетке өттік, жақсы университетке. Пекиндағы университетке өттім. Өткеннен кейін жаңа айтты ғой, кайф ары қарай. Сосын жаңа туған күн, анау мынау деп құрдан құры университетке өткеннен кейін сондай болып жүрдік та. Қарап келсең, шынымен мағынасы жоқ әкешін. Сен 1-2 жыл бұрын жақсы дайындалғасын, ана жаққа барғанда емін-еркін ойнап күліп кеттің. Сөйтіп жүргенде бір досым апарады, бір ағаның әңгімесін тыңдатады. Кешке барамыз, таңда қайтамыз. Сөйтіп 2-3 аптада бір барып тұрамыз.
сосын мен таң қаламын да, ана кісі қалай былай әңгіме айтуға болады деген. Таң атқанша айтады. Мен ұйқыға андай оңай ұйықтап қалатын адаммын. Ұйықтамай тыңдайсың да, ананың әңгіменің барын Ол тамызады. не туралы айтады? Әдебиет туралы айтады, қазақ туралы айтады, әлемнің әйгілі адамдары туралы айтады, кітаптың ішінде бүкіл нәрселерді айтады да. Анау өмірі мындай болған екен, мынандай болған екен. Мен таң қалдым ана. Қалай бұл деп. Бір адам басында осындай көп ақпарат сыя ма, және әдемі қылып айтады, ұйықтатпайды. Айтым, мен кітап оқыдым дейді. Мынаны оқыдым, мынаны оқыдым, мынаны оқыдым дейді. Сосын менде ең алғаш кітап оқыдым, сол сияқты әңгіме айтайыншы деп бастағам. Бірақ ол сияқты әліге әңгіме айта алмаймын. Бірақ сол сияқты әңгіме айтайыншы деген бір оймен бастадым да. Сосын ең алғаш сол университеттің бір жерінде қазақша кітаптар болды. 300-ге жуық кітап болды. Шамамен бір 8 ай көлемінде оқып бітіріп тастадым да. Сонда таңнан кешке дейін оқи бердім. Кітап оқу, үш уақыт тамақ, сосын сабақтан басқа жұмыс жасамадым да. Кітап оқу әдеті қалыптасты да. Әдеті қалыптасқан қызық болды. Бір әдет қалыптастыру, кітапты оқып әдет қалыптастыру, керісінше кітаптың ішінде қызық нәрселер болды да. Көп қызық нәрселер болды. Оқып бітіргеннен кейін енді ол жерде қазақша кітаптар бітті. Онлайн кітаптарды алып оқып бастадық. Кейін тіндеп, ол жерде қытайша және ағылшынша үйреніп жатырмық. Сол тілді дамыту үшін ағылшынша, қытайша. Қытайларда өзі жалпы жағдай мынандай жасалған. Ағылшынша, қытайша кітаптар бар да. Ағылшынның кітабы қытайшаға аударады, бірақ бір бетте андай. Бір беті қытайша, бір беті ағылшынша. Бір беті қытайша, бір беті ағылшынша. Сонымен оқып бастадым. Сол кезде түрлі қазір кездегі мектеп немесе университет бізге ақша табуды үйретпейді деген кітаптар болды ғой. Бай әке, кедей әке бағана. Сондай өте көп кітаптар болды. Соны қытайша және ағылшыншасынан оқып бастадым да. Содан бастап, яғни мен шешім қабылдап алдым өзіме. Яғни кітап әсер етті. 300 кітап әсер етті сенің өміріңе қазірге дейін. Қазақша кітаптар тарих пен не туралы, қазақша туралы әсер етті. Кейінгі бағанағы, одан 300 кітаптан кейінгі оқыған бағанағы кітаптар, қытайлар ең соңғы кітаптарды тез аударып береді. Сол кітаптарды оқығанда бағанаға әсер етті. Мектеп пен университет бізге ақша табуды үйретпейді деген сондай нәрсе менің идеяма кірді. Сосын болды, мен не істемеймін дедім. Ары қарай оқымаймын деген шешімге келіп алдым, оқымай жатып. Университетті бастамай соңғы семестрінде. Өкінбейсің ба? Ертерек келіп алдым да. Өкінбеймін, қазір өкінбеймін. Өкінген кездерің болды ма? Жоқ, болған жоқ. Тек диплом сұраған кезде жоқ деген кезде сәл өкінемін. Ол да бір андай алданыш қой. Мысалы, диплом жоқ деген сияқты біреу диплом сұрап қалды ғой. Бір нәрселерде диплом бар ма, жоқ. Сол бір секундқа өкінесің деген болса деген ғана. Сосын анау сөйттім де, оқымайтын шешіп алдым да, сосын ол бірінші, екінші курс кезді. Ауылға барып, демалыс кезі ғой, каникул кезі әкем айтам, мен ертең мен қызметке орналаспаймын, ертең мен бизнес жасаймын. Мүмкін мына жер тоқта оқымай қалуым мүмкін деймін де. Енді оқымай қалуым мүмкін дегенді қатты айтқаным жоқ. Өзі айтсаң, кәдімгі ұрыс естейсің. Сосын айттым да, ертең мен бітірген кезде қызмет емес, кәсіп жасаймын дедім да. Не үшін кәсіп жасайсың? Ақша табамын. Деймін ғой. Сосын әкем айтты, мал бар ғой бізде, мал бауып отыр ғой, ақша тауып тұр ғой дейді. Мал бақсайшы, келіп қазір сұрап дейді. Не істемей қой дейді. Ана жаққа барып, сен қызметке орналаспасаң, елдің жаңағы балалары ұқсап жаңағыдай қалада қызметте жүрмесең, жұмыс істемесең, ақша табамын десең, келсеңші мал бақ. Мен жерде жұмыс дайын тұр ғой дейді. Сосын үндемей қалдым. Себебі шынымен де ақша табамын десең, ақша тауып тұр, мал бар дейді. Сосын үндегем жоқ. Кейін біз 4-ші курсқа барған кезде әкемдер ертерек 2016-та бері көшіп кетті Қазақстанға. Сосын мен өзім ғана қалдым. Жалпы семьямыздан 3 ұлымыз, әке-шешем барлығы бері көшіп кетті. Мен өзім ғана қалдым. Енді өзіңіз қалған соң ерік өзіңіз де ғой. Сосын оқудан шығып кеттім. Үйдегілер жоқ себебі. Енді Қытайдың ішінде болса, болмаса бірден естиді ғой. Көреді, не істейді, ол кісілер бері кетіп қалған соң. Мен оқудан шығып кеттім де, жаңағы ИУ-ға барып, жұмысымды жайлап бастай бердім де, ең алғашқы заказдар, нелер деген сияқты. Сосын енді
әкем осындай нәрселерден естиді анда-санда. Басқа білмеген, ол кезде білмеген. Кейін тыңдеп мен әбден жұмыстарымыз жақсы болып не істеген соң айтып бастадым да, одан бұрын айтқам жоқ. Жалпы өзіңнің өмірдегі мақсатың не? Әртүрлі, бірақ ең әртүрлі өзгере береді, бірақ ең басты бір нәрсе бағанағы мен кітап оқыған кездерімде бір ақпаратты аласың ғой. Яғни ел білмейтін ақпараттарды аласың. Немесе біреулер істеген жұмыстарын соны біреуге істеу. Яғни өзің алған білімді, өзің алған жақсылықты, өзің алған мүмкіндікті біреуге беру. Ал әртүрлі, әр кезде әртүрлі, мысалы студенттерге көмектесу, түрлі қиыншылығы барларға көмектесу, бір біліммен бөлісу, әртүрлі да. Бірақ түбін қарасам бағана өзіме алған бір нәрсені елге берсем екен, басқаларға берсем екен. Миссия сонда өзіңе тілеген жақсылықты басқаларға тілеу. Мен қазір сіз айтқаннан кейін миссия дегенді өзгере береді деп тұрмын ғой. Содан кейін барып қорытындылап тұрмын да, мен сізге қайсы. Әр кезде әртүрлі жұмыстарға байланысты. Бірақ түбін алып келсем, маған біреуден бірдеме алсам, білім алсам, немесе табыс тапсам, бір нәрсе істесем, сол мүмкіндікті басқаларға беру екен. Жаңа студент кезінде ИУ-ға барып жұмыс жасадым дедің ғой. Ол кезде ешқандай қаражат жоқ, мүмкіндік әлсіз, өзің жалғыз бастадың, қателеспесем. Сол кезде осындай жаңа постың болатынына, 200-ден артық адамды басқаратынына, осыншалықты миллионнан асқан адамға қызмет көрсететін елестете алдың ба сол кезде? Күнделігім біреуінде жазған екен, мен компанияның CEO болам деп. Ол қай кезде есіме түсті. Сол күнделікте жазғанымды ұмытып кеткем. Тек біз бірігіп жұмыс бастадық қой. 5 адам біріктік, сіз бар, бәріміз біріккен кезде 5-іңіз, қалған 4 кісі келіп сержан болсын, CEO деген кезде, сол кезде күнделік есіме түсіп тұр да мен. Сондай болған екен, бірақ CEO болам, мұнша адам жұмыс қалам, мынандай істеймін деп ойламаған екен. Тек ең маңызды ойлайтыным андай. Басқаларда болып жатқан мүмкіндік, біз көрген мүмкіндіктерді мына жақтағы адамдарға көрсету, сол мүмкіндікті беру. Көбінде ойлайтыным сол екен. Бітті жаңа компанияда да білесіз, клиент жағынан сөйлеп тұратын мен. Клиент қалай, не істейді, қандай. Сонда ана адамдар сервистен қанағат алсын, сол сервисті пайдалансын. Ең көп ойлайтыным осы екен, жаңағы неге қарағанда. Бірақ тек қана партнерлармен жұмыс жасаған кезде, жалпы жұмыс барысы кезінде, бүкіл командамен жұмыс жасаған кезде, тек қана біз клиент үшін десең де, команда үшін бір визуал шықпайды. Сонда кеше ғана бір жігіттермен бір кафеге бардық. Сол кезде Айтан екеуміз бұрын үнемі отырып тамақ жедік кафеде. Сол кезде есіме түсті мен. Айтан екеуміз істеп жатамыз, мен бағанағындай. Ел үшін, халық үшін бұлай жасаймыз деп бәрібір шаршап кетеміз да. Шаршап кеткен кезде Айтан екеуміз барамыз да жерге тамақ ішеміз, сосын машинасына отырып аламыз да қаланы бір айланып әңгіме айтамыз. Әңгімеде не айтамыз? Ертең мынандай болады, компаниямыз мынандай болады, Қазақстанда номер 1 мынандай нәрселер жасаймыз. Оны жасай алудағы себебіміз деймін да. Біз ана жақтан көрдік көзімізбен жасауға болатындығын. Яғни өзіміз сияқты адамдардың жасағанын көрдік. Соны қайталап мына жаққа жасасақ болды. Сол қиыншылығына сәл шыдасақ болды бірге. Мынандай компания боламыз, мынандай көлемде жұмыс жасаймыз, бүкіл Қазақстан түкпір-түкпірінде боламыз деп сол жерде бірге айтады екенбіз да. Мен бағана айтып отырғанымша, тек қана ел үшін, халық үшін деп айта берсең, бәрібір ол не болып кетеді, команда үшін, барлығымыз үшін біртүрлі қол жетпейтін нәрсе сияқты, немесе сонда тегін істейміз ба деген сияқты нәрсе болып кетеді екен да. Ал сол кезде бірге отырып, қиыншылыққа шыдау үшін, міне біз ертең мынандай компания болады, біз мынандай жұмыс жасаймыз, Қазақстан барлық жеріне біз жеткізетін боламыз. Ол кезде тек Алматыда ғана едік қой. Сөйтіп айту арқылы команда кәдімгідей бірге жүреді екенбіз. Айтан екеуміз сол кешегі кафеге барған кезде мен есіме түскені бағанағы нәрсе болды да. Тек сен жалғыз, мен ойлаймын, елге істей берсем екен деп. Бірақ оның бәрі мен ойлағандай болмайды да. Елге істеу дегенде мен әйтеу пайда бере берсек деп ойлаймын. Айтан ондай ойламайды. Әйтеу пайда берсек емес, дұрыс пайда берейік деп ойлайды.
адамның жұмысын анаған барып сен ақша беріп жеңілдетіп немесе сен бүкіл жұмысын өзің алып алып жеңілдету емес дейді, жақсы инструмент берсек дейді да. Сол сияқты мысалы адамға пайда беру, мен сразу олардың көңілін табу деп барлық иә дей беру деп білсем, ал айтан оны не деп ойлайды? Иә дей беру емес, керісінше оларға не керек, сол керегін жасап беру дейді. Дәл сол мысалы сіз қалай ойлайсыз? Мен ойлаған бәрібір көп нәрсе түбіне апарған кезде сол адамдарға пайдалы болу екен да. Бірақ мен пайдалы болуды бас тартпау деп қарайды екен. Не болса, не сұраса сол жасай беру деп қарайды екен. Ал айтанның көңілінде ол пайдалы болуды керек инструмент беру. Себебі программист ретінде сол керек инструмент берсең, бәрі пайдалы болады екен. Бірақ сізден байқағаным не емес. Сен жақсылап өз шаруаңды жаса. Мен алдымен сізді өзім айтып алайыншы, сізден сұрайын. Өз шаруаңды жаса, мықтап ие бол алдыңдағы жұмысқа. Соның пайдасын көріп, сол пайдамен халыққа бөліс, бағыт бер, жол бер. Соған қалай жеткеніңді және сол жетістігіңді бөліс, ақшаңмен бөліс, көмегіңді бер. Сізді солай түсінемін да, арамызда. Өзіңіз қалай ойлайсыз, мысалы пайда беру, не үшін жасайсыз деген сұрақ. Мен ойымша әркім өзінің істеген жұмысын жақсы есе, әркім өзінің сүйген ісінің шебер болса, соны елге қосқан үлесінің ең зор сол болады деп ойлаймын. Жаңа біздің ағамыз бар, Қуаныш Керімқұлов. Мен өзім бірнеше рет мини кішкене операциялар сонда жасаттым. Қаншама адамдар батасын беріп, арзан ақшамен, жақсы қызметпен қаншама адамдарды емдеп жатыр. Ол кісі көп нәрсеге бас қатырмайды, қайырымдылықпен де көп айналыспайды, бірақ өзінің қызметін ең арзан, ең сапалы, ең жоғары деңгейде істегісі келеді. Жалпы сол кісінің сондай бір құрметтеймін. Сондай ойын мүмкін менікі де кішкене ұқсап келеді. Жалпы сенімен сөйлескен кезде мен шынымен де куәмін, сені ақшамен мотивация беру немесе ақшаны сөйлесу сені зеріктіреді. Ылғи сен өзің айтасың, абай бір елге қызмет туралы айтыңдаршы, маған сол қызық деп. Бірақ енді оны біз түсінетін шығармыз, бірақ менің қызық көріп отырған өзің бала шағаң, әйелің, семьяң, әке-шешең оған қалай қарайды? Мысалы қарапайым алдында өзім куә болдым. Мысалы сенің жанында жүрген өзің туған інің Бақытжан ыңғайсызданады. Өзінде машина бар, үйі бар, ағаларында үйі бар, семьяңда. Сенде жоқ жанында жүрген. Сосын ол алдына бір машина берген кезде машинаны мінген жоқсың, қайтадан қайырымдылыққа бере салдың. Соны енді жарайды, Бақытжан да түсінетін шығар, өзінің отбасың мен әке-шешең оған қалай қарайды? Жалпы әкемнен бастасақ, әкем мысалға неге ер-азамат ретінде машина айдап жүрмейсің дейді. Мен әкем үшін, мысалға менің ел қатарлы машина айдап, ел қатарлы мен машина айдай алмаймын десем, ол кісі намыстанады. Мен өзім намыстанбаймын, бірақ ол кісі намыстанады. Неге айдай алмайсың? Сондай қиын дүниеміз ғой, мен де үйрендім ғой, 50-ден асып дейді. Жалпы әкем көзқарасы бағанағыдай. Ел қатарлы іште. Жаңағыдай бұғып жатып алмашы деген сияқты. Немесе мен үндемеймін ғой. Үндемей жүре бермей, ел қатарлы жүрсейші жарқылдап деген сияқты. Ол кісінің көзқарасы солай. Ал отбасыма келсем, отбасымда бала шағам, келіншегім жалпы бір-бірімізге үйреніп келеміз да. Себебі мен жаңағындай дүниеге қарай мынаны былай істейік, бір машина алайық, бір үй алайық, бір не істейік деп ол көбінде бұрын айтатын, қазір де қатты бір айтпайды. Себебі сол нәрселер болып бастады, мен өзім жек көріп, ашуланғыш болып бастайды екем да. Екеуміз дұрыс сөйлесе алмай бастаймыз да. Жаңағындай нәрселер болып бастаған кезде. Қалай шешесіңдер осындай? Сосын ең алғашқы кезде ол айтатын еді, сен ашуланып не істеп, үндемей кетіп қалмай, үндемей жүріп алмай, келсейші әңгіме айтайық. Солай айтады. Ал осы күнде мен солай айтам. Кел отырып беті-беті әңгіме айтып, түсінейік бір-біріміз. Сосын түсіндіреміз. Мына нәрсе бар. Бізге жаңағы бүкіл өміріміз машина үшін, үй үшін, бір нәрсе үшін арпалыс болып жүрсе қызық емес қой деймін да. Керісінше мейлі ел түсінсін, түсінбесін маңызды емес. Біз өзіміздің ішімізде өзіміз түсінсек жеткілікті. Не істеп жатырмыз, не қойып жатырмыз, не үшін олай жүрміз. Ал бұл жерде енді жаңағы кәдімгі қарапайым стандартты тұрмыс жағынан қатты қиыншылық болмаса, меніңше шешіледі деп ойлаймын да. Егер
үйге тіпті қарапайым бір үзім нанды тауып бере алмай отырып сыртқа көмектесіп жатсаң онда қиын да ештемесін қалдырмай. Енді кәдімгі қарын тоятын стандарт өмір бар. Мысалы өзіңде үйің жоқ, дұрыс қой. Иә. Бірақ басқаларға жатақхана салып беріп жатсың, үй салып беріп жатсың. Осы кезде кішкене семьяда айтқан хотя өзімізде баспана болсыншы деп. Менде енді қалай дейді, жатақхана салып жатсың дейді, салып беріп жатсың енді тек жатақхана салып жатқан, сондай істеп жатқан жігіттермен бірге атсалысамыз да. Қаражат бөлесіз, бөлесің, дұрыс қой. Қаражат бөлісіп атсалысамыз, бірақ полный өз қаражатымен емес, әрине. Бір ниеттес болу. Ондай ой болады, кейін тыңдап келіншегім екеуміз оны қалай істедік дегенде. Жақсы, бізге керек емес шығар. Онда біздің әке-шешемізге керек. Мен әке-шешем мәселелерін, табыс, үй, кез келген шығындарын інім қарастырады, інім мен ағам. Әкем менен ақша сұраса да, мен інімнен алып береді. Сонда бір жақсысы, өзіміз жақсы нәрсеге ниеттеніп қойсаң, көп нәрсе өзі шешіледі екен да. Мысалы, әке-шешемнің жағдайын, бүкіл нелерін інім мен ағам қарастырады. Мен барып келіп амандасып не істеп жүрем. Одан кейін енді қарасаңыз, мен келіншегім не үшін кейде ырза болмай қалуы мүмкін, бірақ оның да әке-шешесі бар. Енді оның да әке-шешесінің жағдайын жайлап жасап, реттесең, ол да тынышталады. Шынымен де ғой, бізде ең маңызды нәрселер қайсысы? Маңызды нәрселер өзің түсінсең, ештең болды, жақсы. Енді сенің отбасындағылардың әулетің бар. Олардың ең жақын әке-шешең, туыс-туғандарың көмектесіп, оның жағдайын дұрыстап қойсаң, сонда адам тынышталады екен. Мен алдында ойладым, неге сол жаңа, неге үй, неге машина деп айтты деп ойладым. Сосын ол өзіне керек болғандығы үшін емес екен. Оның да менде туыс-туғаным бар. Сол туыс-туғандарға егер көмектесе, ол да тынышталады. Ол да ішінен несі болады екен. Қадейін жоспарлап жатсыңдар, қателеспесем. Соны жоспарлап жатырмыз. Сол нәрсе бойынша болған кезде, ол кезде де ол да менікін, мен ағам мен інім шешіп қойды, әке-шешем жақтағы мәселелер. Енді оныкін мен сәл қараппын, онысын айту керек. Жұмыс деген, сол кіріп кетіп, былай істейміз, анау-мынау деп, жаңағы қалай бір нәрсе жақсылық істейміз деп жүріп, қалып қойып, себебі анау алыста тұрады, не істейді. Сосын үй жоқ емес, бар, бірақ жақсырақ, қаладан, комфорт жерде деген. Қазір арендада тұрасың. Мен өзім арендада тұрамын, менде үй жоқ. Жалпы қазіргі енді бизнеске келейік. Жалпы бизнесте жаңа постағы өмірің қалай, соны бір бейнелеп берсең, қазіргі 1,5 жыл жалпы нарық қалай, мемлекетпен қалай жұмыс жасап жатсыңдар, қандай қиыншылықтар болып жатыр, өзіңді қалай сезініп жатсың. Шынымен 1,5 жылдың ішінде орасан зор көрсеткіштер көрсетіліп жатыр. Осының әрине өзіңнің үлкен еңбегің бар. Жалпы осы өміріңді бір бейнелеп берсең жаңа постағы. Жаңа постағы өмір бағанағындай кездейсоқ нәрсе өте көп. Мысалы, мен 1 апта бұрын ойлаған ойыммен осы апта өзім қарсы қалуым мүмкін да. Бұл бірінші. Екінші нәрсе андай. Бұрын біз партнер болып жаңа пост болмай тұрған кезде мен өте асығатынмын да, мынаны бүйтейік, мынаны бүйтейік. Ал қазір асығамайды екен да. Қазіргі жаңа пост денгенде кез келген бір шешім, кез келген бір нәрседе мен асығамайтынын сезіндім. Себебі бәрі мен ойлағандай бола бермейді, бірінші. Екінші, біз 5 партнеріміз, 5-еуміздің ойымыз бар. Үшінші, тек бұрынғыдай жалпы менің ғана немде, шешімімде, одан бұрын компания сияқты. Мынаны бүйте салайық, ертең айта салайық, бірсі күні бүйте салайық деген кезде жұмыс бір қалыпты алдыға жылжымайды екен. Не болып кетті барлық командадағылар, бүгін андай, ертең мұндай деген сияқты. Жаңа постта ең көп үйренген нәрсем асуға болмайды. Екінші бір үйренген нәрсем, былтыр білесіздер, көп нәрсені мен ақылдаспай өзім айттай беретінмін. Биыл соны түсіндім да, міндетті түрде ақылдасу керек екендігі. Мейлі, өте қарапайым нәрсе, және сен білетін нәрсе. Біліп тұрсаң да, бәрін естеп тұрсаң да, ортаға сап ақылдасу. Ортаға сап ақылдасып барып жасасақ, оны көбінде бізге түсіндіріп, көрсетіп, бірге жігіттермен әңгіме айтқандай не? Пайғамбарға дейді, Алладан аян келіп тұрса да, сахабалармен ақылдасқан дейді. Содан кейін мен білсем де ақылдасуым керек екен, точно. Болды дедім да. Яғни білсем, мен айтсам, естіді, иә деді, болды да. Ода тұрған ештеңе жоқ.
одан бұрын мен ойлайтынмын, мен мұны білемін ғой, солай жасау керек бұл, айтпасақ та белгілі ғой, жасай салыңдар. Ананы естіген соң мен тоқтаттым сол адамды да, мейлі мен бір нәрсені 100% дұрыс біліп тұрсам да командамен ақылдасу керек. Олар иә сен біліп тұрғанын біледі, сондықтан иә дейді да. Анадан кейін мен ақылдасу керек деген нәрсені түсіндім. Жалпы командалық жұмыста мен бір үлкен бір нәрсе қатты беріп кеттім деп ойламаймын. Осы жаңа пост командасымен бірге келе жатқанда, жалпы құрушылармен бірге келе жатқан кезде әр апта сайын өзімдегі кемшіліктерді толықтап отыр. Жаңағындай ақылдасу керек екенін бір жылда түсіндім да. Әйтпесе бір жыл ой біз қаншалаған жиналыс өткіздік. Сонда қарап тұрсам, екінші осы нәрсе ақылдасу керек. Үшінші нәрсе, бірінші нәрсемен тіке байланысты сапалы жұмыс мәселесі. Біз қазір Қазақстанмен салыстырғанда әрине сапалы жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ шетелдің стандартын алып қарасақ, біздікі оларға жетпейді да. Анау біз біріншіміз немесе біз мықтымыз, біз осындай жасап жатырмыз, біз сияқты жоқ деп өзіміз қанағаттанып қалады екенбіз. Анау күні көрдік бізде комментарийларды қарадық. Иә, сұмдық. Комментарийларды қарасақ, өте қымбат бізге кері байланыстар беріліп жатыр да. Бірақ біз ол комментарийларға жауап бермегенбіз. Қарамағанбыз. Өзіміз мықтымыз деп жүре бергенбіз. Сондай мықты болу үшін біз мықтымыз деп айтпайды екенбіз. Ең қарапайым нәрселерден бастап бағана клиенттердің айтқан әрбір отзывтармен жұмыс жасап көтеру керек екен. Сол нәрсе соңғы кезде ең қатты түсінген бір өмір болды. Былайша айтқанда, мен бергеннен алғаным көп өз өмірімде. Жаңа пост мен былай жасап тастадым дегеннен көрі, керісінше жаңа посттан алғаным өте көп екен. Апта сайын сондай бір нелерді. Бір үлкен университет сияқты болып тұр ғой да, жаңа университет. Үйренемін да. Өзім өмір бойы үйреніп қалған бір нәрселерімді жаңағындай бағана ақылдасу керек деген сияқты. Мен мына білем болды емес та. Үйреніп қалған әдет болып кеткен мынау сөз тыңдамайды дейтін нәрселердің өзі өзгеріп жатыр да. Егер сөйтіп жаңа пост сөйтіп тұрған кезде мені өзгертіп жатса, маған пайда беріп жатса, ол демек халыққа да пайда береді да. Сол тұрған команда. Сонда мен жаңа постты не істеп салдым, жаңа пост маған не беріп жатыр. Және халыққа не беріп жатыр. Сол команда маған не үйретіп жатыр. Анау күні Алмасаға айтқандай, біз клиентпен қатты үлкен нәрсе емес, мына жерде комментарийлермен жұмыс жасайықшы деді. Сол маған өте андай болды. Бізде халық тұр екен ғой, бәрін айтып, өзіне керек нәрсесін айтып тұр екен. Біз соны неге жасамасқа? Біз мықтымыз деп жүре бермей, соны жасасақ болды екен. Одан артық менше өзімізге де халыққа да пайдалы сол екен. Ал бизнес сол кезде біз ойламаған деңгейде X 100 болып көтерілуі мүмкін. Жаңағы шынымен де бір жылдың ішінде қарқыны өте жақсы болды. Осындай жаңа посттың бизнестің даму қарқыны көп адамдар негізі қайтарғысы келеді. Қызығана да қарайды. Жалпы осыншалықты жақсы дамудың бір себептерін айтып бересің ба, бірнеше өзің байқаған? Не үшін осыншалықты жақсы дами алды? Бірінші мен байқаған бірінші себеп, жалпы өзім байқаған бір ашықтық. Одан бұрын біз ағам, інім, үшеуміз жасап келсек, қазір 5 партнерміз. Мына пайданы өзімізге алып қалу емес та. Бұл біздің бизнесіміз ғой деп бүйтіп қатып қалу емес та. Керісінше осы сала бойынша және бізге көмектесе алатын, біздің минустарымызды толтыра алатын, біздің жаңағы білмейтін нәрселерімізді білетін қандай адамдар бар, кіммен бірге болады. Былайша айтқан кезде жаңа пост болып бесеуміз бастаған кезде андай қарасам, егер ақша жөнінен алсаң, ол кезде Инэкспорт жаңа постқа кірмейді. Клиент жөнінен алғанда кірмейді. Себебі 200 мың клиентмен жүріп жатыр, істеп жатыр. Жүйесіз болса да бірдеме болып жатыр. Тек ақша жөнінен алсақ кірмейді. Ал менің бұл жердегі ойлағаным ақша емес, керісінше не болды?
Айтан программист болды. 5-6 жылдан бері бізбен бірге программа жазып жатыр. Ол программаның бүкіл қыр-сырын Қытай жақта оның оқыған университетте тіке осы логистикаға сала осы бойынша зерттеп шығарған мықты университет. Бірінші ол жағын қатты біледі. Екінші, сізбен алмаса қалды. Сіздер жаңағы 10 жылдан бері жүйелі бизнес, дұрыс бизнес, қалай осы бизнесті жаңағы командамен жасауға болады. Яғни оқыған оқу білімге байланысты жұмысты бір жүйелі жүргізу, шырт-шырқасын шығармай. Сен жоқ болсаң да, бірнеше ай бойы сыртқа кетіп қалсаң да, ол жүре беретін бизнес. Бұл бірінші, сіз яғни жүйелі жұмыс. Сіздер сол жақ болды. Екінші дүние, кез келген сіздер, мен байқағаным, сіздермен кез келген жұмыс бастайтын кезде бірінші қаржылық мәселесінің жолын дұрыстайды екенсіздер. Ал одан бұрынғы мен ағам, інім, мен үшеуміз жасаған бизнесте қаржы мәселе ең соңында болды. Біз жасайық, істейік, бір нәрсе болатын шығар. Бірақ қаржы мәселенің ең соңына апарып тастаған кезде не болды? Бағанағындай кассаның дұрыс болмауы, әйтеуір оборот айналып жатыр, жетіспеушілік деген нәрсе өте көбейеді екен. Сіздерден алған жаңағы опыт не? Сразу бір жұмыс бастайсың ба, қаржы мәселесін четко қойып ал. Жан жаққа ешкім ешқайда тартпайтындай. Ешкім ешқайда жаңағындай біреу аннан ұрлап, біреу мыңнан тартпайтындай. Осы опыт негізінде, мысалы мен көзім жетті де, сіздермен біріксек, бұл бизнестің осы кісілермен бірге жасайтын болсақ, тіпті жаратындығын. Яғни мендегі минустар сол болды, қаржы. Себебі мен ақша туралы ойламай, қаржы басқару. Екінші жүйелік, стабильный, бағана айтып, ақырын бірге жылжу деген. Жаңағы команда болып жұмыс жасау. Осы нәрсенің мен қолымнан сразу келмейтіндігін сезіндім. Себебі мен асығам. Сондықтан біріктік. Жаңа постың осылай тез болуының нәрсесі, осындай бір тез жасаудың да бір нәрсесі, көз алдыңдағы табыс, көз алдыңдағы клиент, көз алдыңдағы нәрсе емес. Менің не минусым бар, соны қандай партнерлар, қандай адамдар менімен бірге толықтайды. Сол адамдармен біріккен кезде ол бағанағы сен бұрынғы табысың емес, 10-50 еселеніп кетеді екен. Сонда көз алдыңыздағы табысты ұстап қаламыз ба? Әлде ертең тіпті де мықты команда болып, тіпті де мықты табыс бола ма? Енді көп адам өзі болмаған соң сыртқа сенбейді ғой. Бұл жердегі ең маңызды мәселе. Өзің болмасаң, сыртқа сенбейтіндіктен, жақсы біріктім, ертең андай болсашы, мындай болсашы. Өйткенше өзім жүре берейін. Бірінші әсер еткен осы нәрсе, яғни ашықтық, бөлісу. Сол тәуекелге бара алу да, сене алу. Керемет. Бұл бірінші нәрсе. Екінші нәрсе болса, тренд қалай бара жатыр. Бізде ақшаның құнсыздануы болып жатыр. Заттың бағасының қымбаттауы болып жатыр. Осы нәрселер болып жатыр. Қарайтын болсаң, Қытайда өндірілген 1000 теңгелік зат, мына жақта 10 000 теңгеге сатылып жатыр. 10 есе жоғары бағада. Ал әлемде Қытайға ең жақын елдердің бірі бізбіз. Тиіп тұрмыз. Тиіп тұрмыз. Сондай елдің жанында отырып, біздің бағамыз жермен көктей болып жатыр. Ал осы бір негізі жоғары шегіне жетті деуге болады. Ең баға жоғары деңгейге жетті деуге болады. Сонда осындай болып тұрған кезде, бағана Қытайдың платформаларындағы арзан бағаны көріп тұрған халық қалайша алғысы келмейді. Осы бір тренд болды. Ал бұл трендте проблема қандай болды? Сол трендке ілесіп кетуіміз болды. Тез үлкейуіміздің себебінің бірі. Сол трендке ілесіп кеттік. Анау кезде бір жігіттермен сөйлесіп айтам да, ол жігіттер TikTok стрим туралы сабақ береді. Материалдар дайындайды, одан да жақсы материалды халыққа бере берсем дей береді. Айтам, менің де бизнесімде мен ойладым деймін. Бүкіл Қытайдың завод базасы, оригинал тауар, мына бәрін халыққа бере берсем деп ойладым ең алғаш деймін. Себебі мен тіл білем, қол жетім бере берсем деп ойладым. Бірақ деймін да, ол керек емес екен деймін. Тек қана сол нәрсеге баратын жолын ғана дұрыстап берсең болды екен халықтың. Сенде стрим деген не?
қалай қолданады соны түсіріп бер болды. Ары қарай әркім өзін істетеді. Біреу үйінде отырып басқа нәрсесін тамақ жасағанын істесе, біреу тауар сатқанын істетеді, біреу басқа нәрсені таратқанын істетеді. Әркім ойы әртүрлі, сен барлығына беріп бітіре алмайсың. Ал менің бизнесімде дедім, бірден бір бітіргеніміз қазақстандықтардың сол сайтқа еш қиындықсыз тіркелу мәселесі ғана екен дедім. Біз сол трендте ең маңызды нәрсе мындай емес. Ана сайттардың бәрін көшіріп Қазақстанға алып кетіп салу, бүкіл заводтарды алып келу емес та. Керісінше халыққа керек болып тұрған нәрсені тіркелу мәселесін шешу. Қытайдың сайттарына тіркелу мәселесі. И картасын тіркеу. Иә. Қазақстан номерімен тіркеледі, картасын тіркеледі, Қазақстан адресін енгізеді. Яғни Қазақстан ішінде отырып тауар алатын мүмкіндік жасау. Сол ғана нәрсені шештім. Біреу әртүрлі нәрсесін алуы мүмкін, біреу бір нәрсе тексеру мүмкін, біреу бір образец салып өзім жақтан мысалы мебельдер жасауы мүмкін. Кім қалай істетеді өз еркінде екен де. Сонда біздің ең маңызды шешетін дүниеміз бағана трендке ілесіп осы нәрсе керек болады деді да, тіркелу мәселесін шешіп шығамыз. Ең керек нәрсені шешіп шығадық та, сосын қазіргідей объем қатты үлкейді. Өздеріңіз білетіндей жаңағы Қытайдың сайттарына қазақша енгізу, қазіргі тұрған қазақстандық сайттар бар ғой, Қазақстанға келген Қытай сайттарының бүкіл адрес базасы біз берген база. Біз жинақтап берген, қолмен жинақтап берген. Екіншісі, олар тіркелетін қазақстандық номер провайдерлерге біз былай істейсің, былай жасайсың деп көрсеткен жол. Біз ашып берген. Үшіншісі, банк карточкалары. Қазақстанда осы виза карт, мастеркард сол жеткілікті деп оларға түсіндірдік. Осы үш-ақ нәрсе түсіндірілді. Ал егер біз клиент ұстап отырамыз деп трендке қарсы келеміз да, тек қана анандаймен айналысып, клиент ұстап отыру үшін клиенттің бәрін өзін тіке шығарып жібермейтін жолмен ұстайтын болсақ. Тек маған ғана үнемі менен кеп тұрады, маған заказ береді, немесе маған ісі түседі деп жасап тастайтын болсақ, онда объем артып кетеді. Біздікі керісінше пайдалы болсын деп өз бере салдық трендке сәйкес. Тіркелу жолын тіке біз арқылы емес, өздерің заказ бере бер деді. Қытайдың сайттарына қазақстандықтар өз заказ берсінші, сол жол жасаңдаршы деді. Алғаш болып Пиндоды жасап, сосын адрес жағын біз дұрыстап бердік. Одан кейін Alibaba, Taobao, 1688, Temu бәрі кіріп жатыр. Сол жолмен. Былай қарасақ, ол нәрсені өзіміз ұстап, өзіміз қарап, ол Қытайдың сайттарын емес, керісінше өзімізге клиентті байлай берумен айналыссақ мүмкін ондай болмайды. Ал қазір жасап тұрған дүниеміз бізден басқа біздің осы салада жүргендерге де қол жетімді. Егер өзімізден басқа болмасын деп отырсақ, ондай нәрсе болмауы да мүмкін. Тек өзіміздің көлемімізде қалып қалуымыз. Керісінше біз сол мүмкіндікті мәдетті ашып бердік. Біздің конкуренттер де біз жасап берген нәрсені пайдаланып отыр. Бірақ бір байқағаным, кім алғаш болып жасайды, кім қандай ниетпен жасайды, жеңіс соған тиесілі екен. Құдайға шүкір, қазір мысалы бірінші болып тұрған біз осы клиенттермен бірге де. Бірақ біз бизнес жөнінен, сол кездегі пайда жөнінен алып қарасақ, негізі басқа біз сияқты компаниялар біз жасаған дүниені үстіне кеп түсе салу бір зиян секілді де. Бірақ біз сөйтіп қанша көп нәрсені бердік Қытайдың сайттарына. Қытайдың сайттарда бағана Пиндодо, Temu өздерінің опытын береді де бізді дамытады. Біздің көп логистикалық бағытта жасап жатқан жаңалықтарымыз сол жақтан келеді. Олар айтады, мынаны бүйтсеңдерші, мынаны былай істеуге болады, былай істеуге болады. Біз оларға алғашқы ештеме күтпестен бердік. Өзіміз сияқты компанияларда тіке соларға кіріп кететіндей мүмкіндікті айтып, жасатып береді деп бердік. Қазақша тілді қостырып та бердік. Сосын олар не істеді? Олар алып келді, бізге өз опытымен бөлісті. Сендер қазір айтады, олар үнемі уайымдайтын бір нәрсе бар. Сендер үздіксіз дамуда болыңдар дейді. Бізбен бірге ілесіңдер дейді. Біз бірге дамиық. Бір жерде тұрып қалсаңдар, сендердің артта компанияларда бірге жетіп қояды. Қазіргіндей біз олар жарыстырғысы келеді бізді әрине. Бірақ қазіргі көп объем ұстап, көп жұмыс жасап тұрғаннан кейін бізге бағана ең алғаш біз оларға Қазақстанда клиенттер тіркелу мүмкіндігін
былай жасайсың деп үйреткеннен кейін олар келеді де жаңағы бізге де өз жолын ұсынады. Сендердің салада Қазақстанда логистиканы дамыту үшін бүйтіңдер. Үлкен әлемдік компанияны, жоғары деңгейлі әлемдік компаниямен жұмыс жасаудың пайдасы. Пайдасы. Олар өзінің тәжірибесін бөліседі. Өйткені сен ашық болдың. Берсең аласың, ексең орасың. Берсең аласың, ексең орасың. Ал біз берген нәрсе олар берген сияқты өте үлкен емес. Бірақ осы территорияның ішінде жұмыс жасайтын инструмент бердік. Жаңа пост халыққа тағы не береді? Мысалы, қазір өзің айтқан сияқты Қытайдағы мысалы 1000 теңге тұратын товар өте көп посредниктің нәтижесінде бағана 10 000 теңге қымбат болып сатылады. Иә? Аренда бар, анау бар. Қазір мысалы Қытай өзінің халқы үшін жасаған сапалы әрі арзан товарларын қазақстандықтар қолжетімді болып тұтынып жатыр. Логистикасын біз жасап беріп жатырмыз. Жарайды. Тағы не бере алады жаңа пост? Жаңа пост ең бірінші беретін нәрсе сол логистика жөнінде Қытайдың деңгейіне жеткізуді, логистикалық бағытты. Қытайдың деңгейі қандай елестете аламыз? Мысалы, сен елестете аласың қазір. Жалпы халық қалай болады? Тасымал жүйесін цифрландыру деп үлкен жағынан айтқанда, кішкене жағынан айтатын болсақ, жаңа пост Қазақстандағы осы курьерлік компаниялардың халыққа андай ең қарапайым тілмен айтқан кезде, мен бір нәрсе алғым келсе, менің алдыма әкеп береді. Мен бір нәрсе жібергім келсе, менің алдымнан келіп алып кетеді. Менің жасайтыным такси шақырған сияқты нәрсе ғана болады. Кірем, басам, күтіп отырам, берем. Немесе кірем, басам, күтіп отырам, келеді. Яғни Қытайдағы жағдай осындай. Қарапайым тілмен айтқан кезде, біздің қазақстандықтар бір жерге бір нәрсе жіберу үшін қиналмайтындай. Келіп алып кету керек. Курьер компаниялар келіп алып кету керек. Әрі ол арзан болу керек. Әрі клиентке таласу керек дәрежеде компанияларды. Бірінен бірі арзан баға беріп, жақсы сервис көрсетіп даму керек. Ал мен бір нәрсе алдырғым келсе, біреу маған таласып отырып, арзан бағамен алып келіп беру керек. Дәл осындай объем жүрген кезде, қазіргіден 10-100 есе үлкен объем шығуы мүмкін. Себебі мен отырдым. Анау қаскелеңге бір нәрсе апарым керек. Бұрынғыдай болса не істеймін? Қой, машинамен бар салайын. Барасың да. Немесе вокзалға барасың. Немесе такси, мен біреуден беріп жүресің, ол ан жаққа барып, мен жерге дейін ғана барам деп тұрады. Ал дәл қазіргі жағдайда енді жаңа пост мен елестететінім Қазақстан ішіндегі компанияларды тура осы салада жасап жатқан Қытайдың мысалын көшіру арқылы барлығы тең бәсекелесіп жүгіру, сервис жасау үшін халыққа, объемдарын үлкейту үшін, пайдаларын, табыстарын табу үшін. Ал клиент сол жерде қазақстандықтар отырып, соның қызығын көру. Яғни қызығын көру дегеніміз не? Пайдасын көру. Мен қаскелеңге осы жерде сіз екеуміз сөйлесіп отырып, телефонымды шығаймын да, берсем, мына жерде кабинетпен қосып, бәрін белгілеп тастаймын, болды. Келеді, есік қағып тұрады, бере саламын. Тамаша, бұл жеке халыққа берген. Ал енді бір заңды сұрақ туындайды. Осында мысалы жаңа пост бір айда миллиондаған посылкаларда миллиондаған жөнелтілімдер жеткізеді. Яғни осыны бұрын басқа бизнестер жасап жүрді. Дұрыс қой? Қазір біраз бизнестердің жүк көлемі азайып қалды. Иә, ол банағы офтым деді ғой, бана көп мөлшер алып келіп, көп мөлшерде сататын. Ал енді бизнестерге қаншалықты мүмкіндік береді жаңа пост? Оларға қандай бір жол көрсетеді талас? Дәл енді бизнестің қайнаған ортасы мен жөнінен алған кезде көп нәрсені Қытайдан үйрену керек деген. Мысалға алдында бір заводқа бардық, Қытайда завод көп болды. Дәл сол секілді бізде бизнес көп. Алып сатып жатқан бизнес көп. Ал Қытайда завод көп. Заводтар бір-бірімен қалай жарысады? Тереңдікпен жарысады екен. Немен емес, бағанағыдай. Көптігімен, кеңдікпен емес, тереңдікпен жарысады екен. Сол сияқты біздің де бизнес тереңдікпен жарысу керек. Мысалы, біреу киім алып сатады. Киімді алып сатып, әр киімнің түрін көбейтіп, оборотын көбейтіп, бүйтіп жая беру емес та. Киім алып сатам. Мен мынандай киімнің түрін тек қана кепкі, сол кепкінің адамдардың қазіргі қандай минустары бар кепкінің. Бағанағы ұзартып қысқартасың деген сияқты нәрселерден ол былайша айтқан кезде бір функция, бірақ ол да минус адам үшін. Соны терең деңгейге түсіруді.
горизонталды емес вертикалды Иә. түсу керек дейсің ғой бизнестің несі. Иә. Біздің Қазақстандағы бизнестер, ал біз жаңа пост осы жайылуын жайылдыртпаймыз жаңа пост былайша айтқан кезде. Жаңа пост қана емес, дәл Қытайдың платформаларынан тіке заказ беріп арзан алу біздегі бизнестерді андай кең қылып горизонтал жаймайды. Керісінше вертикалды төмен түсуге әсер етеді. Зерттеуге сол тауарын. Зерттеуге, тауарын зерттеп, адамға не керек, Қазақстанға не керек. Өзіңіз білесіз, бізде жаңа бала деген проектілер бар, жобалар, қазақша ойыншықтар. Егер біз ойыншық деп кіріп кетсек болатын еді, бірақ ойыншық деп кіре кетсек қандай еді? Қытайда да бар ғой. Мына жерден сатайын десең, клиент бір фотоға іздейді де, Пиндода, Таобаодан ала салады. Әрине. Не қызық деймін де. Әрі арзана болады ғой. Ерекше болсын деді де. Соны қазақшаластық. Сонда бір товарды қазақшаласуға средний 3 ай уақыт кетеді. Бір товарды. Дизайнмен қосып. Полный қазақшаластыруға средний 3 ай кетеді. Оны тереңдеу ғой былайша. Мысал келтірші, қандай ойыншықтар олар? Бағанағы тілашарлар. Қазақша саласын сөйлейді. Қазіргі кезде қоғамдағы проблема балалар тез сөйлемейді. Иә. Көп балаларда бар. Балалар тез сөйлемейді, соны карточканы, әртүрлі карточка, мынау картоптың фотосы бар, карточка салады, картоп деп айтады, бала қайталайды. Ал ол бұрын бізде орысша, ағылшынша, қытайша болған. Біздің өзімізді рейнингтің өзінде ол орысша болған. Құпия болмаса сатылым қаншалықты болды? Елге қызық шығар осындай, мысалы жаңа проект. Қазір шамамен 45-50 миллион айына сатылым сондай. Өте күшті. Тек қана қазақшалығында дизайн өзгертіндер болды. болды, қазақшалар дизайн өзгертті. Сонда біздің Қазақстан ішіндегі бизнестерде ойбай Қытайдың платформалары кірді, бізді жоқ қылды деп жылағанның орнына меніңше керісінше тереңдікті мұқият қарау керек сияқты. Өз продукт ішіндегі тереңдікті. Яғни сол тереңдеп, сол платформалар, сол каналда, сол трендті ұстау керек қой. Иә. Яғни өз саласын біліп, мен бағанағы Қытайдың мысалын айта кетейін, айтайын. Ол мынау пауэрбанк өндіретін зауыт екен де. Сосын сөйлестік, көрдік, сосын айтады, мен 1 метр кеңдікте, бірақ 1000 метр тереңдікте жұмыс жасаймын дейді. Ал жұмысынан көрініп тұр. Тек ол пауэрбанк қана өндірмейді. Анау shareable пауэрбанк деп кез келген жерге адам қойып алып кетеді ғой. Соның приложение программасымен жасайды. Әр елдегі төлем проблемаларымен шешіп қойған. Қайсы елге барсаң, қандай проблема, қандай карточкалар істетеді, қандай төлем жасайды, қай елде приложениені көп жүктейді, қай елде жүктемейді, программа қандай болған, программасында ең арзан бағамен сатып беріп жатты. Саған керісінше жолдарын бүйтіп көрсетіп береді. Қарасаң, оның ана программамен дым қатысы жоқ, пауэрбанкын өндіріп берсе болды. Қытайда ондай жетеді, ондай компания жетеді, пауэрбанкты өндіріп бере салады. Ал оның істегені пауэрбанкпен бірге сол пауэрбанкты сатып алған бизнесменнің бизнесін жүргізуге айналысады. Маркетинг материалдар бүкіл әлем бойынша маркетинг материалдарын дайындап қойған. Стратегияларды дайындап қойған. Мысалы бір индиялық клиент алғанда 5000 пауэрбанкты алғанда 6 қалаға қойып салған. Оның бизнесі дұрыс болмай сосын айтады, ай мына 5000 пауэрбанк бәрін әкелді, бір жаңа делиға қой деген. Сөйтіп жарты айда бүкіл компанияның плюсына шығарып жіберген. Сонда негізі ол зауыттың жұмысы емес ол. Ананың маркетингін араласу, стратегияны араласу. Бірақ сол бір пауэрбанк жөнінен алғанда, пауэрбанк бизнес жөнінен алғанда программасымен бәрімен қосып жасап, және стратегияларына көмектеседі. Соны айтып отырған 1 метр кеңдікте, 1000 метр тереңдікте деген сол. Біздің де бизнестер сондай болу керек та. Мен алып сатып отырмын, алып сата берем емес. Керісінше енді қысқа уақыт жөнінен алған кезде Қытай платформаларының кіруі, жаңа пост секілді компаниялардың логистикада дамуы уақытша бизнестерге қатты әсер етеді. Осы уақытша ғана әсер етеді. Олардың жаңағы несіне. Ал олар сол бизнес жөнінде тереңірек түссе, керісінше пайда ғана береді, логистика шешіледі. Бұрынғыдай анда барып салып жеркінде барып болмайды. Продуктысын зерттейді, тек қана әлем бойынша өзінің ғана продуктысын. Жалғыз. Не үшін Еуропа, Америкаларда, түрлі Жапонияларда
бір тауар бүкіл әлемге сатылып жатыр. Олардың да тереңдігінен де. Болды, терең жасады, ешкім оған ұқсатып жасай алмайды. Даже қытайлардың өзі қиындаған сайын ұқсатып жасай алмайды. Қарапайым болса, таяз болған сайын оңай көшіре салады. Терең болса, оны көшіре алмайды. Сондықтан жаңа пост керісінше, жаңа пост қана емес, жаңа пост сияқты компаниялар және Қытайдың сайттарының кіруі, осы логистиканың дамуы біздің бизнестерге, Қазақстандағы бизнесмендер мен үлкен бизнестерге, яғни қазірге дейін алып сатып келген бизнестерге әсері қандай? Тереңдікке итермелейтін сияқты да. Біз өзімізде жаңа постта қазіргі деңгейге жетуді Қытайдың платформалары бізді итермелетті. Олар итермелесе мен екіталай. Егер олардың жаңағы объемы, нагрузкасы көптеген нәрсесі болмаса, біз бұндай тез дами алмаймыз. Ал енді олар бізге әсер етсе, біз Қазақстандағы бизнеске солай әсер ете аламыз. Шынымен ертең таңертеңге ерте тұруға бір себеп болмаса тұрмайсыз. Дұрыс айтасың. Біреу итеріп тұрмаса, бір нәрсе болмаса, немесе сенің өмірге деген құлшынысың итеру керек артыңнан. Немесе бір шаруа болу керек маңызды. Немесе бір нәрсе болу керек та. Ол болмаса, ол итермесе екіталайды. Жай тұрудың өзі сондай. Келсем, Сержан сияқты болатын жастарға мысалы өзің тәжірибеңе сүйеніп, бірнеше басқышқа айтып берсең, біріншіде осылай істеу керек, екіншіде осылай, үшіншіде осылай. Жастарға қалай сен сияқты болуға болады? Негізі өте қарапайым. Мен өзім өте бәлендей қатты бір ақылда жоқ. Ең маңызды дейтін нәрсе ашық болу бірінші. Дамуға ашық болу. Мына басында не ойлап тұр, соны айта білуді және істей білу. Мысалға, бір қарапайым нәрсе, біреумен бір нәрсе жұмыс жасағым. Бірақ ішіңде күмән болады. Алда кетейін ма, дұрыс болмай қалам. Соны айту. Мен сізбен бір жұмыс жасағым кетті. Мен жаңа постымда алғашқы кездерде болды ғой, мен айттым ғой. Мен надан уайымдаймын. Сіз оған дұрыс жауап бердіңіз. Болды. Сонда кез келген нәрсе андай емес. Өз территориядан шықпай ғана ойлану емес та. Керісінше өзің территорияда тұрсың. Сенің ойыңа мындай ой келді. Мен алда кетейін ма, не дұрыс болмай қала ма, не мындай ма, сен мына жерде мені алдамайсың ба? Деген сұрақтар да, өте қарапайым сұрақтар. Көптеген адам осыны сұрамай қалады да, немесе мен мынаны білмеймін, сен маған түсіндіріп берші деген сұрақтар. Яғни, мына жерде не ойлайсыз, соны айту, жауабын алу екен. Ең қарапайым дүние, сондай ашық болу. Айтып, жауабын алу. Кез келген. Любой ішіңде күмән, ішіңдегі күмән немесе жалған намыс деген болады. Мен мына білмеймін дегенді елге көрсеткісі келмейді. Айту, мен білмеймін, үйретші. Түсінбедім, көрсетші, түсіндірші. Бірінші нәрсе сол. Кез келген нәрсеге ашық бол. Яғни ішің мен сыртың бірдей бол. Ішің мен сыртың бірдей болса, бақытты өмір сүресің. Ішің мен сыртың бірдей болса. Бақытты өмір сүресің. Қалай дегенде, ішіңдегі нәрсенің бәрін айтсаң, біреуге кез келген адамға айтсаң, адамдар неге сараң емес, біз сараң деп ойлаймыз. Кез келген нәрсені айтсаң, тым болмағанда бір ответ береді. Тым болмағанда, менде мындай еді, анаған барса деген. Сонда бір ашықтық сен өзің ойламаған деңгейге көтеріп тастайды екен. Сені бір адам таза, ашық көріп тұрса, іші сыртыңды біліп тұрса, кез келген жағдайда саған сенеді екен. Бұл бірінші. Ашықтық. Еш боямасыз ашық болу. Кіршіксіз. Кіршіксіз болу, тап-таза. Менде қызық. Кейде сенбейді адамдар. Мен телефон паролын айтып берсем да, қалай дейді. Ештеме жоқ, сен көрерін деді. Жасыратын ештемем жоқ. Қалай, кім? Любой, мысалы, мен өмірімде енді бір ақпараттарды ұрлайтын да адамдар болмаса, оны сезбейсіз ғой. Ол адам ұрлаймын деп те келмейді ғой негізі. Мысалы, мендегі бір ақпаратты ұрлайын деп келген адам, мен сенен ақпарат ұрлаймын деп келмейді ғой. Ал басқа жағдайда мен 100% адамдар ғана жерім ашық екен. Мына ішінде ешкімнен ешқандай жасыратын ештеме жоқ. Тағы?
бұл бірінші ашықтық. Екіншісі стандарттарға түсіп алмау. Бұл өмір ғой, мысалы жұмыс дейді. Таңғы 9-дан кешкі 5-ке дейін. Немесе мына жұмыс мынандай істелу керек дейді. Бағанағы біз айттық, көп адам бір жаңағы белгілі нәтижеге жетіп не істеген соң стандарттап тастаған жақсы көреді. Формулаға түсіріп. Кітаптың бәрі формулаға түсіріп стандарт сақтаған жақсы көреді. Егер өйтіп стандартсамаса, адамдарға ол пайда бермей қалады. Қалағаның бойынша істе десе, ол не нәрсе деген сұрақты. Сол стандартқа түсіп алмау. Стандарт бойынша сенбі демалу керек та. Болды да. Екінші кешкі демалыс. Мысалы 5 теңгемен қайтып жұмыс жасайды. Немесе ол енді жұмысқа байланысты. Екінші нәрсе, анау сияқты мықты болсын, мынандай ақаң болу керек. Немесе жаңағы бізде Қазақстандағы мықты проектлер болу үшін оған историялар болады. Мен сондай история болу керек дейді. Негізі стандарт жоқ ол нәрселерде. Бір ғана стандарт бар, жақсылыққа ниет етсең, соны бар жан-тәніңмен жасауға тырыссаң, ол стандарт. Жақсылыққа ниет етіп, соны жасауға бүкіл жан-тәніңмен кірісу ол стандарт. Ал қалған стандарттар, мынаны істеу үшін, мен өзімде де қарапайым мысалдар, анау күні балам машинада кондерға бүйтіп ұйықтап қалды. Тигізбей көріп қой ананы. Жел ұрып тастайды. Ал оны қозғасаң жылайды. Соны мен ойлап отырмын да. Ана жерге жастықты ана жерге қою керек, бүйтіп сәл көтеріп барбасына қою керек. Сен жанында кетейіп өт. Кондерді ішіп өссақ болды ғой дейді. Сондай өте, егер тек қана стандарттан, мен стандарт түрде ана келіп тұрған желді тосу ғана да ой. Ана жел тимесін дегенде. Ал жел қайдан келді деген сұрақ. Ал стандарттан өткен кезде, ананы өш жасау керек, ананы бүйтіп өте қарапайым болып кетеді дегенде. Стандарттан секіріп өтіп кет. Былайша айтқан кезде, мен жұмыс істеу үшін міндетті түрде 30-ға келгенде орда бұзам, 40-ға келгенде қамал алам. Немесе мен бір мобилограф болу үшін мен кепкі киіп жүруім керек деген. Мен суретші, жаңағыдай не болу үшін, жазушы болу, шашың ұзын болу керек деген сияқты емес та. Бізде осындай стандарттар өте көп. Жалпы өзіме де және өзім маңымдағыларға тілейтін нәрсе стандарттан жоғары тұрып жұмыс жасауда. Ал бірден бір стандарт сол жақсылыққа ниет етіп, соны жан-тәніңмен жүзеге асыру. Сол ғана стандарт болса, соны істеп, жақсылыққа ниет етіп, соны істеу үшін жан-тәніңмен жұмыс атқару деген стандарт болса, қалған нәрселер шешіледі. Осы екі нәрсені айта аламын. Ары қарай қиындау екен. Жалпы өзіңді қалай дамытып отырасың, негізгі каналың? Елді тыңдай беремін. Негізгі каналым көбірек, андай емес. Менікі дұрыс деп қатып алмай, тыңдай беремін. Мүлдем мен ойлаған ойыма қарсы өтіп тұрса да тыңдай алады екен. Сол тыңдай алу көбірек дамытады екен. Ол тыңдау қайдан келеді? Ұяттан келеді. Ұяласың да, біреудің сөзін бұзып тастағаннан. Біреуге біреу бір нәрсе айтып отырса, бөлгеннен, немесе жаңағындай менсінбе дейма деп бір ұяласың да, тыңдайсың кей нәрселер. Болмайтын болса да тыңдайсың да, иә. Сол тыңдайсаң, мына жердегі адам бұлай ойлайды екен ғой. Мына адам бұлай ойлайды екен ғой. Мына адам бұлай ойлайды екен ғой деп, кім қалай ойлайды деген мәселе. Өзіңіз айтып жүрсеңіз, бір мәселен қанша әртүрлі адам әртүрлі ойлайды. Сол сияқты бірінші ақпараттың көзін тыңдаудан аламын. Екінші нәрсе, көп ақпараттарды Қытайлардан аламын. Мысалы, бір проблемам шығады. Проблемалардың шешімдерін таубаудан сатып аламын. Дайын шешім. Иә. Алдында бір қызық болды. Колл-центр қалай басқару керек деген сұрақ болды.
сосын бүйтіп қарасам таубауға шығамын да қоя саламын, 400 теңгеге сатып алдым. Мынандай құралдар бар, мынандай жолдар бар, мынандай мотивация беретін тимбилдингтен түрлері бар, мынандай істе. 400 теңге де. Бұл бір. Екіншісі Қытайдың жаңағы тиктогы бар, плюс жаңағындай сайттар бар. Деңгейге бөлінеді. Бірінші тикток ең тез ақпараттар желісі. Одан кейін, тиктоктан кейін Xiaohongshu деген бар. Кішкене қызыл кітап деп қой, аудармасы солай. Ол жерде жаңағы адамдар өзінің экспириенсімен бөліседі. Тіке жарнама емес ішінде. Мен мынаны бір елге таныстырамын десем, өзім сатып алып, көріп, отзывтар ғой. Біліп, отзывтар арқылы. Сосын ең жоғарыларының біреу Жиху деген сайт бар. Ол тек профессионалдар жауап беретін ортада. Сұрақтың бәрі қарапайым, адамдардан келеді. Эксперттер жауап береді. Бірақ эксперттер жауап береді. Эксперттер сол Жихуда жұмыс жасайды. Яғни эксперт ретінде. Кез келген бір сұрақтың жауабын сол жерден кәдімгі профессионал деңгейде жауабын ала аласың. Электронды коммерцияның жағдайы қалай болып жатыр? Барлығын жазып береді. Иә. Сұрақ. Мен жаңа пост бастаудан бұрын, 2 жыл бұрын, Америкада, Европада, басқа қазіргі электронды коммерция дамып кеткен жерлерде, Қытайда жүйелі деп қояды оны. Пайда азайып кетті. Өте аз, конкуренция өте жоғары. Енді бұл бағыт Орта Шығысқа, Араб елдеріне, Африкаға, біздегі Орта Азияға келуі мүмкін депті. 2 жыл болмай міне. 2 жыл болмай жаңа пост Қытайдың платформаларына таласып тұрып кіруі болды. Бірақ 2 жыл бұрын солай. Осы Америка, Европа мына жерлер, оңтүстік Азиялар тойды. Ендігі бағыт деді. Африка, Араб елдер, Орта Шығыс, Орта Азия деді. 2 жыл болған жоқ. Сонда ақпарат алатын, яғни профессионалды ақпаратты алатын көздерім Қытайдағы сайттар, платформалар, түрлі мақалалар, жаңалықтар. Ал әдеттегі тәжірибелер жиятын көбірек тыңдайды екен, көбірек естиді екен. Керемет. Өзіңе әсер еткен ең негізгі топ кітаптары бар ма? Өзің кітапты көп оқисың ғой. Нақты өзіңе қатты әсер еткен. Маған ең алғашқы көп қатты әсер еткен кітап Дейл Карнегидің «Адам мінезінің артықшылықтары» деген кітап болды. Сол кітапты оқудан бұрын мен ынжықпын деп ойлайтын, себебі не үшін ұялатынын түсінбейтін де. Көп нәрсе андай батыл бола алмайсың да. Ұят болады, жол бере бересің. Ұят болады бір нәрсе, ұят болады етесің. Мен бұрын ойлайтын, әкем де осатын жылынып жеп тұрсаңшы деп. Қатарлар болса алдына бірдеме қойып кетсеңші деген сияқты. Сондай сен қатты бір не істемейсің деп. Мен өзім жаңағыдай ұялып қала беретін, соң ойлайтын, мен жықпына ау деп. Ал ол кітап маған да әсер етті. Ол адам ұят сезім өшпеу керек екен да, іштей. Ұят болады деген сезім. Дейл Карнегидің түсіндіруі бойынша, ол адам мінезінің артықшылықтары деген әр детальдарды қарайды ғой. Мына нәрсе мынандай, мына нәрсе былай болады. Әңгіме сен қандай көзқараспен қарадың. Ең алғашқы маған әсер еткен кітап сол болды. Тағы? Бірақ арасында оның стресс болды. Қандай дегенде, үнемі бір пайда көздеп жүрсің. Жақсы болу үшін ба, өзіңді жаңағы жақсы адам қылып көрсету үшін ба, әйтеуір не болды да, қатты әсер етті. Мен өзім ынжық емес екенмін, керісінше мен пайдалы. Мінезім жаңағындай, ұялуым пайдалы екен. Адамдардың арасында ұрыс қырқыс тудырмаймын, керісінше түсінікпен қарай аламын. Бірақ ол жаңағы ана нәрсеге алып келеді екен. Ел үшін өмір сүресің, өзің үшін өмір сүр. Кешке дейін осы кезде сол, ел деп бүкіл нең сыртта өзің үшін бір өмір сүрші деген нәрсе болды. Ол адам түсететін мен не істеп жүрмін, мен қалай бірінші мінезім әсер етіп, кейін тіндеп
жаңағы ғасырлар туғызған күмәндар деген кітап болды да. Сол осы нәрсені шешті. Кім жазған кітап? Фетхулла Гулен деген кісі жазған кітап. Сол ғасырлар туғызған күмәндарда ислам туралы сұрақтарға жауап беріледі. Негізі сұрақ жауаптар. Бір шамамен осы күнге дейін бір 10 қанша рет оқып шықтым ау. Ол не дегенде бағана сен ұяттық сезім не деген? Ол Алланың ырзалығы үшін болу керек деген нәрсе көрсеткен кезде адамнан бағана стресс болатын, өзіңнен өзің күмәнданатын нәрселердің бәрін алып тастайды. Ол кезде тіпті сен кез келген әрекетіңнен ешқандай результат күтпейді екенсің. Жасағанның үстінде жасай береді екенсің. Андай, мен мынаны істеймін, немесе мұнша табыс табамын, немесе мынаны істеп, ана адамға мындай ұнаймын, немесе мынаны істеп, мынандай нәтижеге жетемін емес та. Тек істей береді екенсің. Шаман келгенше. Жасай бересің. Күтпейсің, бірақ сен күткеннен де артық нәрселер болады. Ана кітаптан кейін Дейл Карнеги болды, одан кейін ана кітаптан кейін баланс ұстаған сияқтымын да, өз мінезіме. Андай кез келген ситуацияға былай бірінші рет ренжіп айтуым мүмкін, бірақ ішіңде өзіңді жақсылап отырып, балансқа түсіріп алдап аласың. Яғни өзіңді алдап алуың керексің. Қызық. Түсінікті. Бір ойыма бір сұрақ келіп тұр. Ол соңғы жарты жылда өзіңе сатып алған ең қымбат ақшалы құнды зат қанша тұрады? Соңғы жарты жылдықта өзіңе. Тіке өзіме ма? Бағасы мүмкін киім, футболка, білмеймін, велосипед, машина. Жеке өзіңе. Кенжекем екеумізге машина сатып алдық, семейный машина. Ол бір. Жоқ, жеке өзіңе. Көзілдіргім. Қанша тұрады? 600.000 теңге. 600.000 теңге. Көзге байланысты да. Көзге байланысты, 600.000 теңге тұрады. Өзіңе сатып алған ең құнды зат. Ең құнды болса. Жақсы. Соңғы 6 айда қайырымдылыққа берген ең көп сома? Шын айтасашы. Бір шамамен 25 миллион. 25 миллион. Жалпы негізі сенімен бір сағаттап сөйлесу негізі аз болады. Менің ойымша жаңадан бергі әңгімемізде қосып отырмыз. Бағанағы осы компанияның өсіп дамуына орасан зор үлес қосып жатқан Айтан мырза, Алмас мырза, Бақытжан мырза, барлығының еңбегі зор. Мүмкін Алла қаласа тағы олармен бірігіп, сен де бар, бәріміз отырып бір арқа-жарқа болып әңгіме айтатын шығармыз. Өйткені ол кісілер де кейде қысылады, не істейді. Өйткені сен жалпы компанияның бейнесің, қазіргі әлеуметтік желіде. Менің ойымша бұл интервью жақсы өтті деп ойлаймын. Бұл бастапқы интервью. Енді өзіміздің дәстүріміз бойынша, Алла қаласа, бір сыйлық берсек оқырмандарға, енді таралуына кішкене пайдасы болсын деген ниетпен, оны менің ойымда бір сый тұр. Сен өзің қандай мүмкіндіктер бар, соны айтып өтсең, нақты конкретно қазір айтып өтейік көрермендерге, сосын жариялайық. Сен қалай ойлайсың? Қанша уақытын бөліп көріп отыр, сол уақытын бағалап, бәріне болмаса да алғашқыларына сыйлық берсек болады. Қазіргі ең адамдарға керек және қызық деген нәрсе сол Apple-дың продуктылары ғой. Мен өзім солай ойлаймын. Мен ойымша былай бексек, өйткені қазір көп енді өлшеу қиын ғой, өлшеу ең оңай әдіс. Бірінші лайк, ең көп жинаған комментарий, пікір. Сол бір. Екіншісі, біз өздері YouTube-тан қиып алып, өзінің страницасына салса болады. Және мысалы, егер өздері қия алмаса, бізде өзімізде жаңа посттың Telegram бар, соған сапалы видеоны жібереміз. Соны өзінің страницасын салса, кімнің просмотры ең көп болады, көрілімі, соларға беруге болады. Соның ішіндегі топ ең үлкені менің ойымша, егер сенмен бір жылдық менторство, яғни көп уақытыңды бөлмейсің, бірақ сенің уақытың өте қымбат екенін білем әр күнге, бір айда бір рет кездесу, бір сағаттық, 12 рет кездесу. Менің ойымша ол ең жоғары деңгейдегі. Apple-тікінен де жоғары болады. Ол бірінші топ деп белгілейік. Екінші топқа бағанағы өзің Apple-дың бір несін беруіңе болады. Мүмкін телефон, мүмкін құлақ қап, наушник. Үшіншісіне бағанағы кітап. Келсесің ба? Үшіншісіне кітап. Келсіз қой. Онда мысалы бүгін Арфат қашан шығады?
19 шығады, келесі айдың 19-ы, яғни августтың 19-ы біз нақтылы жариялайық осыны. Созып жіберудің қажеті жоқ. Менің ойымша жақсы көрілімдер, жақсы қаралымдар болады деп ойлаймын. Егер халыққа пайдалы нақты жауаптарды, кеңестерді беріп жасақ, біз онда үлкен топпен тағы бір рет өткізуге дайынбыз. Жалпы қымбат уақыт бөлгенге рахмет. Жалпы өзің және айтарың, әттеген-ай мынаны айтсақ тіпті жақсы болар еді деген сияқты ойында болатын болса, менше ашық. Күшті андай. Емін-еркін отырып айтылған әңгіме болды. Жалпы адам кез келген бір нәрсеге айтатын нәрсем сол бір бәлендей керемет жоқ. Қарапайым көп нәрсе, өте қарапайым. Сол қарапайым нәрсе шынайы сүрсек болды. Шынайы өмір сүрсек қарапайым әлемде бір өмірімізді қиындатып, мынау андай болу керек, анау мындай болу керек, бір нәрсе болу үшін бір нәрсе болу керек деп емес, жай ғана алдымызға келген нәрсені қарапайым ойлап, ішіміз бен сыртымызды бірдей қылып, жұмыс жасасақ, сол жеткілікті. Біреу бірдеме істеу үшін міндетті түрде бір статусы болуының қажеті жоқ. Жаңа постты бүйтіп көтеру үшін міндетті түрде бағанағындай әртүрлі история болып не істейміз, қарапайым ғана іші сыртымыз шынайы болып бір әрекет жасайсақ, сол жетеді. Жалпы адамдарға соны айтқым келеді. Бір-бірімізге кезігіп қалғанда іші сыртымызды біліп тұратындай да. Қандай рахат өмір да. Шынайы. Осы өмір, осы нәрсені айтқым келеді үнемі адамдар. Одан артық. Керемет. Рахмет Бақытжан. Рахмет, сізге де күшті болды. Жақсы. Ең қымбат сыйлықты мен белгілеп бердіңіз. Күшті болды.